Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін химия пәнінен 7-ші сыныптың 1-ші сабағын бастаймыз. Ең бірінші сабақты бастамас бұрын осы каналға подписаться басып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта сіздер іздеген барлық жауаптарды табасыздар. Бұл каналдан БЖБ, ТЖБ жауаптары және үй тапсырмасын бірге орындайтын боламыз. Ал қанекей кітаптарымызды ашып, бірінші тараудың бірінші тақырыбын 8-ші бетті ашыңыздар. Осы тақырыптың астындағы біліміңді тексер тарауы бойынша үй тапсырмасын бірге орындайық. Ал қанекей бірінші сұраққа қарайтын болсақ, химия пәні нені зерттейді? Химияның маңызы мен міндеттері қандай деген сұрақтарға жауап берейік. Химия табиғаттың құпия сырларын, құрамы мен құрылысын, олардың бір-біріне айналуын зерттейді. Маңызы 7 миллиардқа жуық дүние жүзі халқын тамақтандыру, ауру сырқаудан сақтау, киіндіру, дәрі-дәрмектер, мұнай өнімдері тағы басқа заттарды алу. Міндеттері белгілі бір сипатқа ие, бүгінгі күн талабына сай материалдар алу. Әлі де алынбаған заттардың қасиеттерін болжау. Екінші сұрақ. Заттар денелерді құраушылар. Дене және зат ұғымының айырмашылығы неде? Балдар, ойланайық кішкенекей. Бір заттан бірнеше физикалық денелер түзіледі. Бір дене бірнеше заттардан жасалады. Демек, осы жерде сендер суреттен көріп тұрған заттар сендерге таныс па, балдар? Бұл жерде бізде мыс, иод, ас тұзы және марганцовка берілген. Осы суретке қарап өз білімдеріңді толықтырсаңдар болады. Ары қарай 3-ші сұрағымыз. Төмендегі тізімнен заттар мен денелерді бөліп жаз. Мұз кесегі, мыс тиын, шыны, темір, ас тұзы, қайшы, құмыра, темір қасық, түйреуіш, бор, мақта, маржан. Бұның ішінде заттар теріп жазатын болсақ, шыны, темір, ас тұзы, бор, мақта, маржан. Бұлар заттарға жатады. Ал енді денелер, мұз кесегі, қайшы, құмыра, темір қасық, түйреуіш. Келесі 4-ші тапсырма. Көптеген заттар сынап, сода, күйе, мыс, қалайы, күкірт, мышак, темір, алтын адамдарға ертеден ақ таныс. Күнделікті өмірде олардың қайсысымен таныссың? Олардың қолданылуы жайлы білесің бе? Ал қанекей балдар, мысалы біз күнделікті өмірде ас содасын тағам әзірлеуге, сынапты температура өлшейтін құралдан көре аламыз. Темірден түрлі тұрмысқа керекті бұйымдар жасалады. Алтыннан әшекейлер жасалады. Мұны сендер химияны оқымасаңдар да білесіңдер, балдар. Өйткені біз күнделікті өмірде қолданып жүрміз. Келесі тапсырма. 5-ші тапсырма бізде кестені дәптерге сызып толтыр. Бұл жерде бізде заттардың физикалық қасиеттері жайлы кесте толтыру керек. Мысалы, әр заттың өзінің дәмі, иісі, қаттылығы, түрі, түсі болады, балдар. Бұл жерде бізде ас тұзы, ас содасы, су, оттек және темір берілген. Осы кестені бірге толтырайық. Бұл жерде ас тұзының агрегаттық күйі қатты кристалл. Түсі ақ, иісі жоқ, қаттылығы жақсы ериді, сода ерігіштігі тез ериді. Мұны сендер күнделікті қолданып жүргеннен кейін білесіңдер деген ойдамын. Ас содасы кристалды ұнтақ, түсі ақ, иісі жоқ, майда ұнтақ және суда тез ериді. Су сұйық, түссіз, иісі жоқ, дәмі жоқ, қаттылығы жоқ. Демек, ол ерігіштік қасиет оған тән емес. Оттек, газ, иісі жоқ, дәмі жоқ және қаттылығы жоқ, суда шабытты әрекеттеседі. Темір қатты,
түсі қара қоңыр, иісі жоқ, қаттылығы қатты, тығыздығы, суда ерігіштігі, ол суда біздің темір ерімейді. Бұны сендер өте жақсы білесіңдер деген ойдамын. Келесі 6-шы тапсырма. Адамның табиғатқа тигізетін оң және кері әсерлеріне мысал келтір дейді. Өздеріңнің ойларыңмен толықтырсаңдар болады. Мысалға, оң әсеріне келетін болсақ, өсімдікті күтіп баптайды. Аң құстарға қамқор болады. Адамның табиғатқа тигізетін әсері. Кері әсеріне келетін болсақ, зауыттар арқылы атмосфераға түрлі зиянды газдар бөледі. Орман ағаштарын кеседі, мұхитқа мұнай төгеді. Демек, бұл бізде кері әсері. 7-ші тапсырма. Химияның ғылыми техникалық прогрестің дамуына қосар үлесі қандай? Химияның ғылыми техникалық прогрестің дамуына қосар үлесі өте зор. Себебі бүкіл әлемді химия ғылымы қоршаған. Келесі 8-ші сұрақ. Химия сөзінің шығу тарихын және химия ғылымының адамзат тарихындағы маңызын әңгімеле дейді. Бұл жерде көп жағдайда химия сөзін ежелгі Египет тұрғындары ал-хим сөзінен байланыстырады. Кейбір тарихшылар бұл сөз ертедегі гректің хима деген сөзінен шыққан десе, византиялық оқымыстылардың айтуы бойынша алтын және күмісті қолдан дайырлау деп түсінген. Біздің эрамызға дейін 3-4 мың жыл бұрын да химия өндірісі болған. Химиясыз, балдар, бізде өмір жоқ деп есептеуге болады. Өйткені біздің қазір химия дамыған сайын біздің өмір сүруімізде жеңілдейді екен. Демек, бүгінгі тақырып сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Алдағы уақытта осы каналға жазылып қойсаңдар, көптеген есептерді бірге орындайтын боламыз.